Бүгін біз Майнкрафтты ойнайтын боламыз. Біз FOFO'дан басқа Майнкрафтты түсіруге көштім мен негізінде. Майнкрафт пен FOFO екісі бір-біріне қатты ұқсамайды. Бірақ мен үшін Майнкрафттан гөрі FOFO өте қызығырақ. FOFO'да да Майнкрафтта да видео түсірсем өте күшті болады деген ойдамын. Мен Майнкрафтты ойнағанымды айтқанмын Гүлсаяның видеосында, бір видеосында 3 жыл бойы ойнағанмын. Ал енді соны көрсетейін деп тұрмын. Қазір мен қазақтың шошқа етін қазақпыз ғой, бірақ та шошқа етін жемейміз біз. Бірақ біздің қарнымыз ашады ғой. Сол үшін жеуімізге тура келеді. Ал қазір мен мына шеттен видеоны жасаймын. Тегі палочка. Один верстак. Верстакны да қояйық. Кирка и лопата. Ал давайте қаза берейік. Мына шеттен бастап мен өте жақсы ойнаймын бұл ойында. Вот кирка. Мен қаза берейік те заттар тауып аламыз. Қанша камень болды екен өзі. Кирка. Факел. Ой, қараңғы. Топор. Ағдама. Камень бітіп қалды екен. Ой, бұлайынан. Үсті кіріп кетесің, бұлай бересің. Міне. Ал достар, міне менде көп ағаш болады қазір. Мен үйді тез соғып тастаймын. Көресіздер мен үйімді қазір. Қазірше мен ағаш жинастырып алған жоқ. Ал достар, енді мен ағаштарымды жинастырып болдым. Қазір мен мына лопатаны және факелді қойып тастаймыз. Ал қазір үйімізді бастаймыз соғып. Үстіп бастай батырмын мен қазірше. Ағаштың жәніне бастай батырмын. Негізінде ағаштың жәніне соққан дұрыс емес. Бірақ соның өзіне соғып батырмын. Достар, енді менің жерім кен емес, көріп отырғандарыңыздай. Сол үшін ағаштардың жәнінде ағаштарды қарап отыру үшін соғып батырмын үстіп. Бірақ та терезелер болмайды. Терезе қойудың түк керегі жоқ. Киімді болады әрине. Және де мұнаны сындырып тастауымыз қажет. Міне, үстіп дайындадық бірінші жақтарын. Ал енді орта жақтарын көтеретін боламыз. Үстіп бірінші жағы. Үстіп көтереміз.
Dostlar күте тұрыңыздар. Мына шетті де көтерейік өстіп. Кешіріңіздер. Қойылмайды. Бұл енді қаптаймыз. Бұлайынан. Үйдің бас жақтары. Ой. Сындырып алайық, керек болады бұл да. Үстің жақтан былайынан көтеріп тастаймыз. Үстіп. Ал енді жабатын жерлерін жауып тастайық. Мұны шеттен терезе қылып қойайық. Терезеге келесің өзінде. Қалай үй ұнап жатыр ма сіздерге? Ұнаса комментарийға жазып кетесіздер, өздеріңіз білесіздер. Опана, ағаш бітіп қалды. Тағы да. Еще бұндай емес. Қайын қажет маған. Міне қайын. Қайын деуші емес осы ағашты. Білмеймін әйтеуір. Айта берем әйтеуір любой ағашты не десем де. Сиыр өз подарка. Мен осы жақында қазір су табылса, суды тасып, егіншілік орталығын жасап тастауға көшемін. Бірінші маған жалаза тауып алайын. Ё-мое, кеш болып қалды. Түнге қарай апасын үйімді тез соғайын, малдар іздейін, кеш болса да. Ал өйтіп, үйімді соғып кірсеңші тезірек. Верстак. Факел аламыз. Үстіп үйімізді жарықтандырып бастаймыз да. Жайларды үстіп жауып қоямыз. Еш жер қалмады ғой, енді жаба береміз үстіңгі жақтан. Көріп отырғандарыңыздай бана жоғалып кетті, көрдіңіздер ме? Шаяндардың дыбысы естіліп жатыр. Бізге мал қажет, пеш қажет и сымсар қажет. Сундук. Так, күтіңіздер. Менің видеомда сразу үй соғып істеп тастадым. Тезірек соғуға тырыстым. Осылай үйім дайын болды. Ал қазірше тамағымызды шошқан етімді жеуге тура келеді. Әдемілеп тұрып көтерейік үйімізді сонда да.
көтерген дұрыс негізінде. Угол жоқ, иә, жақсы. О, сиыр еті бар екен. Ой, мен не жемейтін болдым, әйтеуір шошқа етін. Тамамды толтырып қояйын түні бойы. Мына шетке былайына қойынды, былайына отырып аласын, тығылып аласын. Ал мен мына шетке төсегімді жасаймын. Немесе мына шетіне шахта қаза бермеймін ба? Шахта қаза берейін, давайте кеттім. Лопата бар екен әйтеуір. Керегі жоқ заттарын бүкіл салайын. Лопата керек, сен керек жоқсың, сен керек жоқсың, сен керек жоқсың, сен керек жоқсың, сен керексің, сен керек жоқсың, сен керек жоқсың. Сен өте салайын. Машетінің басымызға тура келді. Жалызан табу енді қиын, достар, білесіздер. Мен жалызан табып дегенді өзімнің ойымша қиын деп санаймын. Қарап отырсыздар ғой, қазір мен өзімде қалғанша метр жер қазып тастағанымда. Заң болғанша өйстіп қазып жұмыс істейтін боламын. Енді шахтаға кішкене бейімделдім. Көмір, уголь бүкілін тауып алайыншы, бірінші маған уголь қажет. Жомай, түнге қарай қазып тастасам да бәрі. Енді лопатамен қызметін бастайды. Лопата. Талай жол қаздым уже. Шашып біттім мен де. Мынаны қаздым өзім айтсаңдар. Ой, ема. Сындыруыма тура келетін достар. Азақ қой олар. Ал давайте менейін. Шама метр. Опана. Давайте қаза берейік, ошиттерден де бастай берейік. Уголь таппадым әлі. Ой, қалай жасайсың ғанадан. Көрсетем сіздерге, жандырамыз қазір. Бұлдай жанып негізінде не екенін. Кішкене жемін бірақ мен.
негізінде мендейше кирка қажет, тағы да кирка қажет. Соңғы не қажет? Бетін жауып тастайыншы мына шектен. Жүр алам да, секір алам да. Давайте бұланы ашамыз да. Жұмысымызды аламыз да. Көрдіңіздер ма? Қойып тақалам. Жұмысыма кірісе берейін. Бүгінгі видео осымен аяқталып қоямын. Әрине достар, үстіге қарай жол қазатын боламын мен. Видео ұзаққа созылды, бірақ сонда да қызық болды деген үміттемін. Міне, бүкіл қайнап бітті. Ал енді мен қайдатамыз. Піспейді екен ғой. Бір нәрсені қайнаға шықты да. Көмір жасау үшін нені қайнату үшін соны білсеңіздер, айта кетіңіздер. Қайта мына шетте бұл заттарды салайық, мынаны алайық да. Мынаны жасауға болатын қарайық, мынаны жасайыншы. Тағы да жасап алайын, осындай керек болады ғой. Бұл көрсетем, бұл не істей алатын. Sen baktırma, klipper. Ne olduysa mouse klipperin Слушайте, жар давайте. Klipperlerden koymayın. Şart istemezsen. Koylar yeterince bulma. Şuşkan yetince bul. Әрине ет таусылып бара жатса шошқан екінші серіктетінде тауып алғанмен білесіздер. Тағы бір гүлшағыл шалдымнан шошқа сен ешек шықтың ба не? Оған аяқты су бар екен. Давайте достар, мен егіншілігімді заттабайын да, осы суын және егіншілігімді өсірмейін ба? Мұны басқаша бұл ғой. Мен екі орманның арасында қалып қалдым. Жақсы достар, бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Мен видеом сіздерге ұнаса, онда лайктарыңызды мен подписчиктеріңізді аямай басып кетіңіздер. Ал сау саламатта болыңыздар, сау болыңыздар.